Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 118-ші сабағымен танысатын боламыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз разрядтан 2 рет атап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Қазақстанның көрнекті композиторлары. Бірінші тапсырма: дұрыс есептесең, Қазақстанның белгілі композиторларының аттарын білетін боласың. Олар қандай шығармаларымен танымал болғандығын анықта. Бірінші өздерін шығарып көріңдер. Шығарып болсақ, тексерейік. Екінші тапсырма: есепте тексеруді орында. Тексеруді қалай орындайтынын сендер білесіңдер, сондықтан мен тек қана жауаптарын жаздым. Үшінші тапсырма: теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу: x қосылған 325-тен 189 көбейтілген 4. Бұл күрделі теңдеу, сондықтан бірінші 189-ды көбейтеміз 4-ке, тең болады 756. Жазамыз: x қосу 325-тен 756. X'ті табамыз. X'ті табу үшін 756-дан азайтамыз 325-ті, x-тен 431. Тексереміз: 431 қосу 325-тен 756. 756 тең 756. Екінші теңдеу: 9 азайту x-тен 129 көбейту 4. Бұл жерде де бірінші амалды орындап аламыз. 129 көбейтілген 4 тең болады 516. Жазамыз: 9 азайту x тең 516. Енді x-ті табамыз. Оны табу үшін 900-дан азайтамыз 516-ны, x-тен 384. Тексереміз: 900 азайту 384 тең 516. 516 тең 516. Төртінші тапсырма: нектер құрастырып жаз, олардың мәнін тап. Бірінші өздерін шығарып көріңдер, сосын тексересіңдер. Жазып болсаңдар, тексерейік. Бесінші тапсырма: есептерді шығарасы. Балаларға арналған музыкалық туындылар жинағында 70 шығарма бар. Оның 5-тен бірі қазақстандық авторлардікі, ал қалғаны әлемдік классика шығармалары. Жинаққа қанша әлемдік классика шығармалары енгізілген? Шешу: 70 бөлінген 5 көбейтілген 1 тең 14. 70 азайту 14 тең 56. Әсі: әрқайсысы 160 теңгеден 4 нота дәптері және бірдей 2 қорап қарындаш сатып алынды. Олардың барлығына 1000 теңге төленді. Bir қорап қарындаш қанша теңге тұрады? Шешу: 168 көбейту 4 тең 672. 1000 азайту 672 тең 328. 328 бөлінген 2 тең 168. Алтыншы тапсырма: сен дүкенге келдің. Қандай заттарды және оларды қандай мөлшерде сатып ала аласың? Сұлба бойынша есеп құрастыр. Мен сендерге бір мысал алып берейін. Мысалы болғаны 1000 теңге. Нан 70 теңгеден 3 дана, сүт 200 теңгеден 2 дана, қалғаны белгісіз теңге. Шешім бір өрнекпен көрсетейін. 1000 азайтылған жашан ішінде 70 көбейтілген 3, жаша жабылады, қосылған жашан ішінде 200 көбейтілген 2, тең болады 390. Жауабы 390 теңге қалды. Жетінші тапсырма: себетте 4 сары және 6 жасыл орам жіп бар. Әже 5 жіпті алды. Олардың арасына ең болмағанда бір орам жасыл жіп бола ала ма? Бірінші өздерін ойлап көріңдер, сосын тексересіңдер. Орындап болсақ, тексерейік. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.